Ассалаумағалейкум, менің YouTube каналымның көрермендері. Әр қашан білім іздейтін, өзін дамытатын, жаңа ойларды, жаңа идеяларды жүзеге асыратын көрермендеріме менің каналыма қош келдіңіздер деймін. Мен бүгін сіздерге мотивация берейін деп шештім. Еш қашан мұңаймаңыздар, барлығы болады. Қадам-қадаммен, сабырмен жасалған іс нәтижесін сөзсіз көрсететін болады. Бұнымен мен не айтқым келіп отыр? Қазірден бастап IT саласына мықты көңіл бөліңіздер. Себебі жақсы ақша, қаражат тапқыңыз келсе, IT саласын меңгермей жақсы жетістікке жету мүмкін емес екенін қазіргі таңда рыноктың өзі дәлелдеп тұр. Сол себептен бүгіннен бастап YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, ВКонтакте, WhatsApp, сайт, каналдары мен парақшаларын ашып дамыңыздар. Осы бастан бүгіннен бастап тапқан ақшаңыздың 10%-ын үнемдеп білімге салыңыздар. Өзіңізге жақын, жүрегіңіз қалайтын ісіңізді жүзеге асыруға барлық күшіңізді салыңыз. Мен айтқан инструменттерді барынша пайдаланып, оны жүзеге асырып, күннен күнге біліміңізді арттырып, дамып отырыңыз. Тек қана пайдалы видеолар көріп, сізге табыс алып келетін кітаптарды оқыңыздар. Әрине, бастапқыда барлығы қиын болады. Шаршайсыз, түсінбейсіз, күткен нәтижеңіз бірден болмай жатады. Бірақ тоқтамаңыз. 21 күн бойы орындай берсеңіз, ол іс сізге әдетке айналады. Содан сіз сол әлемге кіре бастайсыз. Жаңа нәрселерді біле бастайсыз. Сол арқылы қадам-қадаммен көздеген нәтижеңізге қол жеткізе бастайтыныңызға мен кәміл сенемін. Осы видеоны соңында Шыңғысханның даналы сөзімен аяқтағым келіп отыр. Егер бір істі бастауға қорықсаң, ешқашан бастама. Ал егер бастасаң, ешқашан қорықпа.